Елдің барлығы айтып жүрген ChatGPT-ді WhatsApp-та да пайдалануға болатынын білесіздер ме? Білмесеңіздер дәл осылай сақтап алыңыздар. Өте ыңғайлы құрал, көп нәрсеге жауап таба аласыздар осы ChatGPT-ға жазу арқылы. Ол үшін мынау нөмірді өздеріңіздің контактыларыңызға сақтап қойыңыздар. +1 800 242 84 78 сақтайсыздар. И дальше WhatsApp-ға өтіп, осы сақтаған нөмірлеріңізге жазасыздар. Кез келген сұрақ, особенно SMM, Instagram жүргізгенге, YouTube барлығына керемет контент план жазып беретін күшті көмекші құрал екен. Барлық любой сұраққа. Мен жаңа кофе ішіп едім, басым ауырып тұрсын. Просто сұрай салайын, иә? Жалпы болса басым ауырып, бір жүрегім аузыма тығылайын деп, давлением көтеріліп кетті ғой. В общем, жаза салайық. Жаңа мысалы мен былай жаздым, Инстаграмға контент план жасап берші дедім да, шук сразу тақырыптар, идея іздеп әуре болмайсың да, осы бойынша уже видеоларын түсіріп, күнделікті контент планды жүргізе бересің деген сияқты ғой. И көп любой тек Инстаграм емес, барлық нәрсеге сұрай бересіздер. Кофеден кейін басының ауруы, бұл кофеге реакция болуы мүмкін. Не істеуге болады? Су іш дейді. Кофеин сусыздандыруы мүмкін. 1-2 стакан таза су іш, таза ауа, қысқа серуен немесе басқа факторды ескер. Аш қарынға ішкен болсам бас ауруы күшейеді. Көзіңді демалып жарықты азай, телефонға көп қарама дейді. Все, мен телефонды қарамайын. В общем, осылай пайдаланыңыздар қыздар. Барлықтарыңызға сәттілік. Мен қазір су ішіп, далаға шығып демалып қайтайын. Всем пока.